Жуырда Ордабасы аудандық білім бөліміне қарасты Темірлан елді мекенінде орналасқан Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясына жаңа басшы тағайындалды. Ол білім берудегі өзгерістің 1000 көшбасшысы жобасынан сүрінбей өтіп, кадр резервіне алынған үздіктердің бірі Исанова Сәуле Егенбердіқызы болатын. Еңбек жолын 1995 жылы физика пәнінің мұғалім болып бастаған білікті педагог, 2006 жылдан бері осы тағайындауға дейін Шұбарсу елді мекеніндегі ынтымақ жалпы білім беретін мектебінде директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметін абыройлы атқарып келді. Ал енді кадрлық резерві 1000 көшбасшысы курсына келетін болсақ, бұл курс туралы жалпы мағлұматты мен педагогикалық шеберлік орталығының Facebook желісіндегі парақшасынан алдым. Қызыға да отырып, осы сайтқа тіркелдім. Және бұл 1000 көшбасшы кадрлық резерві курсының білім саласына жаңа бір екпін алып келетінен көп үміт күттім. Мен тіркелгеннен кейін осы педагогикалық шеберлік орталығынан хабарласып, бізді маусым айында тестке шақырды. Бұл тестке жалпы мәліметке сүйенетін болсақ, 8068 үміткер тіркелген дейді. Соның ішінде жоғары ұпай жинаған үміткерлердің барлығын шілде айында бірінші кезеңге, бірінші бетпе-бет кезеңіне оқуға шақырды. Және біз 5 кезеңнен өтіп, осы кадрлық резерві курсын тәмамдап, қолымызға сертификат алдық. Жалпы бұл курс туралы әсерімді айтатын болсам, өте керемет. Білім саласына жаңа екпін алып келеді деп отырмын, өзгерістер алып келеді деп отырмын. Мектепті басқару туралы жаңа тың идеялар бар. Жалпы әрбір ұстаз немесе әрбір орынбасар бұл оқудан өту керек деген ойдамын. Себебі бұл жерде бізге таныс емес мағлұматтар өте көп. Әлемнің басқа мемлекеттеріндегі тәжірибелермен осы курста біз кеңінен мағлұмат алдық. Олардың тәжірибесімен таныстық. Және біз алған білімімізді республикамыздағы дарын мектептерінде, лицейлерінде, Назарбаев зияткерлік мектептерінде тағылымдамадан өттік. Бұл деген сөзіміз, біз тек қана мағлұматтарымызды, алған білімдерімізді тек қағаз жүзінде қалдырмай, біз оқыған білімімізді тәжірибеде, сол қайнаған ортада тәжірибеден сынақтан өткіздік. Ең бірінші, мемлекетіміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа алғысым шексіз. Және осы бағдарламаның сертификатын алу барысында біз оқу-ағарту министрі Ғани Бектайұлы Бейсенбаевпен сұхбатта болдық. Ол кісі өзін тағайындалған күннен бастап президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың алдына кіріп, осындай топ менеджерлер дайындаймын деген ұсынысын алып кірген жөнінде айтып өтті. Және осы бағдарламаны дайындап, осы бірінші 208 түлекті дайындап, қолдарына сертификатты өз қолымен тапсырды және бізге сәттілік тіледі. Сертификат алу барысында мен және менің әріптестерімнің көңіл-күйі өте жоғары деңгейде болды. Себебі бізге ел сеніп отыр, бізге білім саласында бір өзгеріс, жаңа екпін алып келеді деген үміт күтуде. Біздің осы білім саласында отандық білімге жаңалық алып келетін осы 208 топ менеджерлер болашақта жаңа қырынан білім саласын дамытады деген ойдамын. Былтырғы жылы білім берудегі өзгерістің 1000 көшбасшысы жобасының алғашқы кезеңі аяқталып, үздіктері анықталды. Аталмыш жобаны мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша оқу-ағарту министрлігі президенттік жастар кадрлық резервінің үлгісі бойынша білім берудегі өзгерістер көшбасшыларын іріктеу және даярлау тетігін әзірлеу және бекіту бойынша жүзеге асырған болатын. Өткен жылы бұл жоба пилоттық режимде іске қосылды. Ал білім берудегі өзгерістер көшбасшыларын іріктеу 5 кезең бойынша жүргізілген. Міне осы бір білім саласындағы маңызды жобаға былтыр Ордабасы ауданы мектептерінен жалпы саны 38 үміткер қатысса, олардың арасынан өз білімдерін дәлелдеп шыққан 4 маман министрліктің арнайы сертификатына ие болған.
Міне солардың бірі Сәуле Егенбердіқызы. Кадрлық резерв арқылы 22 қаңтарда конкурсы Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясына директор болып тағайындалды. Осы орайда білікті маман басшылық лауазымда іске асыруды көздеп отырған жоспарлармен де бөлісті. Ұжымда 202 мұғалім қызмет атқарады екен. Ұжымда педагог шебер, педагог зерттеуші, педагог сарапшы ұстаздарымыз, магистр ұстаздарымыздың саны өте жоғары. 1700-дей оқушыға білім береді. Аудандық көрсеткіштері де жоғары. Бұл жерде пән олимпиададан, спорттық ойындардан жеңімпаз оқушыларымыз өте көп екен. Жалпы осы мектеп гимназияның келешекте білім сапасының жоғарылауына, оқушыларымыздың осы заман талабына сай білім алуында өзімнің оқудағы алған тәжірибемді бөлісемін деген ойдамын. Жоғары жетістіктерге көтеремін деген ойдамын. Жалпы мен келген күннен бастап өзіме мынау мектептің даму жоспарындағы басымдылықтарды, даму жоспарының тақырыбын, миссиясын, мақсаттарын қайта қарауды ойластырып бастап та қойдым. Сол тақырыптардың барлығын жинақтап, ата-аналардың, оқушылардың, мұғалімдердің ойларымен бірге жинақтап, өзіміздің тақырыптарымызды, мақсаттарымызды алдымызға қойып алып, осы жастарға сапалы білім беруді басты мақсат деп санаймын. Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының білім сапасына 1 және 2 тоқсандарда талдау жүргізіп көрдім. Жалпы аудан көлемінде біздің мектеп гимназияның білім сапасы жоғары көрсеткішті көрсетіп тұр. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті одан да жоғарылатамыз деген ойда бар. Сол білім сапасын көтеруде біз әртүрлі жаңағы шебер сыныптар, коучингтер өткізіп, немесе ғылыми жобаларды жүзеге асырып, немесе әрбір оқушының ғылыми жұмыстарын қолға алып, білім сапамызды арттырамыз деген ойдамын. Тағайындалған күннен бастап, мынау орынбасарларымызды шақырып алып, орынбасарларымыз арқылы мұғалімдердің біліктілік санаттарын, өз білімін жетілдіру курстарынан өткендіктері туралы мағлұматтармен танысып шықтым. Мен ұстаздардың барлығына жалпы ұсыныс айттым. Педагогикалық шеберлік орталықтары, өрлеу курстарынан өз білімдерін жетілдіруге ұсыныстар айттым. Бұл деген сөз мұғалімдер тек қана мақсат офлайн емес, онлайн курстардан да білімін алып, өз білімдерін жетілдіру қажет деп санаймын. Себебі біздің білім саламыздағы жаңалықтар әр күн сайын өзгеріп жатыр. Мысалы, оқушыларымыздың IT құзыреттіліктері жоғары. Біздің мұғалімдеріміз өз білімдерін көтермейтін болса, өз білімдерін шыңдамайтын болса, біз оқушылардың алдында қауқарсыз болып қалуымыз мүмкін. Мен келген күннен бастап ұстаздарға осы туралы айттым, білім жетілдіру туралы айттым, және мектептегі жүргізіліп жатқан жобаларға басымдылық бердім. Яғни жобалардың барлығын қайта көріп шығып жатырмыз. Егер біздегі жобалар дұрыс бағытта кетіп жатқанын байқасақ, оны жалғастыруды, ал енді бағытымызда кейбір шикіліктер бар болатын болса, қайта көріп шығуды ұсынып жатырмын. Мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау өте жоғары. Біз сияқты кадрлық резервін дайындаудың өзі соның бір көрінісі деп білем. Себебі Қазақстан Республикасында бірінші рет конкурссыз, ешқандай рәсімдерден өтпей кадрлық резерві курсының түлектері мектептерге, еліміздің мектептеріне барып, бірінші басшы лауазымына тағайындалып жатыр. Бұл деген сөз білім саласының басты өзгерістерінің бірі деп ойлаймын. Себебі бірінші басшы топ менеджерлер барып өз лауазымдарына отырды және мектептерге өзгеріс бастаудың басты қадамдарын жасап жатыр. Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаевпен сұхбат барысында ол кісі өзімнің тағайындалған күнімнен бастап менің мақсатым менеджер, топ менеджерлерді дайындау деп айтқан еді. Сол топ менеджерлер, яғни мектептерде менеджерлік жұмыстарын бастады деп ойлаймын. Абаймаров Рауан Амангелді, Кемел арнасы.